Түркістан облысы Жетісай ауданының Асқата кентінде орналасқан номер 11-ші Жеңіс мектеп гимназиясының іргетасы 1974 жылы қаланған. 2004 жылдың 4 наурызында гимназия статусын алған мектеп жас ұрпақты тәрбиелеуде орасан істер атқаруда. Мектеп 1973 жылы салынып, 2 қабатты типтік ғимаратта бой көтерген. Номер 11-ші Жеңіс мектеп гимназиясын Жетісай аудандық мәслихат депутаты, білім магистрі, білім беру ісіне еңбегі сіңген қызметкер және кәсіби білікті басшы Убайдина Гүлжан Тұрарбекқызы басқарып келеді. Үлгі көрсету стратегиясын ұтымды да табысты жүзеге асыратын білім беру мекемесінің басшысы ұжымның жетістіктерін еселеуде өзі көшбасшылық жасайды. Гүлжан Тұрарбекқызы мектепті басқару ісіндегі шеберлігін білім берудегі әкіме әрекеттер облыстық байқауында алған бас жүлдесінен 2018 жылы білім беру ұйымдарын басқарудың үздік моделі облыстық байқауында жүлделі 2-ші орынды иеленген. 2018 жылы мектеп директорларының облыстық идеялар фестивалінде бас жүлде, 2019 жылы облыстық ең табысты менеджер 2019 мектеп директорлары қатысқан байқаудан жүлделі 2-ші орындарды алған жеңісінен көруге болады. Оның мектеп басшылары мен директорлардың оқу ісі орынбасарларына арналған көптеген әдістемелік әзірлемелері республика, облыс және аудан көлемінде таралған. Қоғамдық саяси ұйымдармен бірлесе жұмыс атқаратын мектеп басшысы көптеген міндеттерді қоса атқаратын тәжірибелі маман. Ол Жетісай аудандық мәслихатының депутаты. Аманат партиясының Жетісай аудандық филиалы жанындағы жұмыспен қамту және әлеуметтік халықтық әлсіз топтарын қолдау және отбасы, әйелдер және балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі қоғамдық кеңестің төрайымы. Жетісай ауданының адами әлеуетті дамыту бөлімінің алқа мүшесі. Жетісай ауданы Асқата кентінің аналар кеңесінің төрайымы. Сондай-ақ Сырдария университетінің мемлекеттік емтихандар комиссиясының өкілі болып саналады. Гүлжан Тұрарбекқызы білікті басшы, ұстаз ғана емес, отбасында өнегелі келін, сүйікті жар, көп балалы ана, ақ жаулықты әже. Жақсы адам қана жақсы басшы бола алады демекші, білікті басшы шығармашыл тұлға, ұжым мақтанышы. Әр мұғалімді отбасының асыраушы деп санайтын ол, әрбір педагогтың әлеуметтік тұрақтылығын басты назарда ұстанады. Әлеуметтік әл-ауқаты мығым, мұғалім ешбір алаңсыз білім алушылармен толыққанды жұмыс жасайды деген қағидатты қатты ұстанатын басшыны бүкіл ұжым мақтан тұтады. Бұл ұядан қаншама туған жер түлектері ұшып, өздерінің дарындылығымен, абыройымен, ізденімпаздылығымен елге танылды. Тәуелсіз еліміздің мақтанышына айналды. Ауылдық мектептің цифрлық бейнесін жасаудағы негізгі мақсатымыз оқыту мен оқу процесіне қатысушылардың бәсекеге қабілеттілігі мен қызығушылығын арттыру, халықаралық деңгейдегі түрлі салаларда атап айтқанда жасанды интеллекті және ауқымды деректер жасау саласында бәсекеге қабілетті ел жастарын дайындау. Ұлттың рухани байлығы білімінде, ұстанар бағыты тәрбиесінде. Осы білім мен тәрбиенің сарқылмас кәусар бұлағының көзі мектепте. Мектеп даналардың түлекұшар тұғыры, талантын шыңдайтын білім ордасы. Әр адам қандай жетістікке жетсе де, білім берген ұстаздарын ерекше қадірлейді. Балаға үйретуден жалықпаған ұстаздар еліміздің болашағы үшін аянбай еңбек етіп келеді. Білім саласындағы үздік практиканы меңгерген жаңашыл мұғалім ғана мектеп жүйесіне жаңа леп әкеледі. Білім беру қызметінің сапасын жаңа деңгейге жеткізе алады. Бар біліктілігін жас ұрпаққа білім мен тәрбие беруге жұмсаған ұстаздар өз оқушыларына жан-жақты үлгі болатын тұлғалар. Адамзат тарихында ұлт болсын, ұлыс болсын, жеке тұлға болсын, тек білім арқылы ғана өзінің көздеген мақсатына жететіні сөзсіз. Жаңашылдыққа жаны құмар,
өзгеріске бейім мектеп ұжымы зияткер оқушыларды заман талабы мен уақыт талғамына сай біліммен қанағаттандыра алады. 21 ғасырдың икемділігі мен құзыреттілігіне бастауыш сыныптан бастап орта және жоғары буын білім алушылары бейімделген. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев отандық білім беру жүйесінің үздік үрдісін сақтай отырып, үнемі даму жолында болу керектігін атап өтті. Облыстық деңгейдегі тек мектеп ретінде білім алушылардың креативті әлеуетін дамытумен айналысатын мектеп-гимназия сандық технология мен нақты ғылымдарға үйретеді. Қайырымдылық адамзат бойындағы ерекше бір қасиет. Қайырымдылық ізгіліктің адамның адамға деген таза ниетін, адамгершілік қарым-қатынасын көрсететін, адамдардың бір-біріне деген сүйіспеншілігі мен көмегі. Қазіргі таңда оқушылардың әлеуметтік жағдайын назарға ала отырып, әлеуметтік педагогтың ұйымдастыруымен түрлі іс-шаралар, қайырымдылық акциялары үздіксіз өткізіліп келеді. Атап айтсақ, жүректен жүрекке қайырымдылық акциясы, ерекше балалар мен ерекше көңілді кеш мерекелік концерттік бағдарламасы аясында Жетісай ауданы Аманат партиясының мәслихат депутаттары Убайдина Гүлжан Тұрарбекқызы, Шүкірбаева Ғазиза Әлібекқызы, Қожбанова Хадиша Нартайқызы, Ахмедова Феруза Аралқызы, Темирбаева Эльмира Тазабекқызы, Саржанова Гүлмира Тұрсынханқызы бастаған бір топ халық қалаулылары балаларға көтеріңкі көңіл күй сыйлап, бағалы сыйлықтар табысталды. Жақсылық жасау имандылықтың, тәрбиеліктің, парасаттылықтың айқын көрінісі. Елдің келешегін даярлайтын білім ошағы мектеп болса, сол мектептегі әр шәкірттің жүрегіне жол тауып, жан дүниесіне үңіліп, бойында болашаққа деген сенімін нығайтуға бар күш-жігерін салып жүрген педагог-психологтар түрлі тақырыптарда тренингтер, психопрофилактикалық сабақтар өткізіп келеді. Облыстық, республикалық, халықаралық сайыстарға қатысып өз біліктілігін дәлелдеп жүрген педагог-психологтар оқушылардың рухани өсу жолында тынбай еңбек етіп келеді. Бала саулығының қашанда бірінші орында екені еш даусыз. Медицина мен педагогиканы біріктіре жұмыс жасайтын мамандық иесі дефектолог. Педагог өз саласында ерекше білім беруді қажеті бар балалар мен олардың ата-аналары үшін ең жақсы дос және кеңесшісі бола білуде. Бұл маман иесі ерекше білім беруді қажеті бар балаларды диагностикалап, олардың орнын толтыру, жолдарын іздестіре отырып, балалардың дамуына бағытталған түзету дамыту сабақтарын үздіксіз өткізіп келеді. Мектепте дефектолог штатының ашылғанына аз уақыт болғанына қарамастан, ерекше білім беруде қажеті бар балалардың аудандық мерекелік іс-шараларға қатысуына ықпал етіп, алғыс хат пен ынталандыру сыйлықтарына ие болуы жолында аянбай еңбек етіп жүр. Үздіксіз жұмыс нәтижесінде ерекше білім беруде қажеті бар балалардың мектепте білім алуға қызығушылығын арттырып, оқу деңгейлері біршама жақсарып келеді. Мұғалім мен оқушы арасындағы байланысты нығайтуға өзіндік үлес қосатын, ата-аналар мен қарым-қатынасты реттеуге белсене араласатын тәрбие орынбасарларының орны қашанда ерекше. Ұжымды ұйымшылдыққа шақырып, оқушылар арасында құқық бұзушылық әрекеттерге тосқауыл бола білетін тәрбие орынбасарлары мектеп инспекторлары мен медицина саласындағы түрлі мамандармен тығыз байланыста жұмыс атқаруда.